Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен қазақтың танымал ақыны Ұлықбек Есдәулет туралы қысқаша айтып беремін. Ол қазақ әдебиетіне үлкен үлес қосқан ақындардың бірі. Ұлықбек Есдәулет 1954 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол ақын, жазушы және журналист. Оның шығармалары қазақ әдебиетінде ерекше орын алады. Ақынның көптеген өлеңдері мен шығармалары бар. Оның өлеңдері көбінесе туған жер, халық, өмір туралы жазылған. Ұлықбек Есдәулеттің шығармалары оқырмандарға терең ой салады. Ендеше ақынның берген сұхбатынан үзінді тамашалайық. Балалық шағым туралы мен бірнеше жылдар болды деп айтайын. Мен үзбей емес, өзі зорланып жазбайтын адам. Мен өзі жазғым келген кездерде бір повесть жазып жүрмін. Оны айтып қою керек, оның әлі аты да қойылған жоқ. Естілігінен болар, Ұлықбек Есдәулет ерте жасынан естір құлақты елең еткізген. Оның балалығында жазған баян деген өлеңін алғашқы оқырмандарының бірі, белгілі журналист, жазушы Кәдірбек Сегізбайұлы әлі де біледі. Ол 70-ші жылдарда Лениншіл жас газетінің жастар бөлімін басқара жүріп, бала Ұлықбекпен талай рет хат жазысқан екен. Ал келесі кезекте Ұлықбек Есдәулеттің қандай шығармасы деп ойлайсыздар? Аттаған жанды қақпағай, қақпа қылқылап жұлқылап, апшысын жердің қуыр барағын аспан ашқандай, ақ бұлттан қылшық суырып, алапат күшпен шашқандай, мұнай жансыз сықылды, күртікке кеткен көміліп, мұржадан шыққан түтінді, жұтама жалмай желеліп, түтектен түктеп көрінбес, үйшікте жатыр ит боғып, үйдегі бала көз ілмес, көңілің көп ой күптіғі. Бұл Қарапима поэмасы. Қарапима поэмасында ауыр тағдыр суреттеледі. Шығармада әкесі ішімдікке салынып кеткен отбасы туралы айтылады. Бір күні әкесі арақ алу үшін баласының қара пимасын сатып жібереді. Қыстың қатты суығында пимасыз қалған бала қатты тоңып, ақыры екі аяғынан айырылып қалады. Бұл оқиға оқырманға өте ауыр әсер қалдырады. Менің ойымша, автор бұл шығарма арқылы ішімдіктің адам өміріне қандай зиян әкелетінін көрсеткісі келген. Әкенің жауапсыздығы баланың тағдырына үлкен қайғы келеді. Сонымен қатар бұл шығарма бізге ата-ананың бала алдындағы жауапкершілігі өте маңызды екенін түсіндіреді. Бұл поэма маған адамдар мейірімді, жауапты және саналы болу керек деген ой қалдырды. Назарларыңызға рахмет.